1 сағат. Бір күні жұмыстан шаршап шалдығып үйге жеткен әке 5 жастағы баласының есіктің алдында күтіп тұрғанын көреді. Баласы әкесіне еркелеп, әке 1 сағатта қанша ақша табасыз деп сұрайды. Онсыз да жұмыстан қатты шаршап келген әке жақтырмай былай дейді. Онда сенің шаруаң болмасын. Әке айта салыңызшы. Білгін келіп тұрса айтайын. 1000 теңге. Маған 500 теңге қарыз бере аласыз ба дегенде әкесі қатты ашуланып. Дәл қазір сенің төкке тұрғызы ойыншықтарға беретін ақшам жоқ. Қане басты қатырмай орнынан тұрда бөлмеңе бар, деп секіді. Баласы сөзге келместен бөлмесіне кіріп кетті. Ал әкесінің біраздан кейін шаршағаны басылып, ашуы тарқайды. Оған ақша неге керек болды екен? Мүмкін шынымен бір нәрсеге қажет болған шығар, деп ойлайды да баласының бөлмесіне кіреді. Баласы бүктүсіп жатыр екен. Әкесі ақырын ғана, ұйықтап қалдың ба? Деп сұрайды. Жоқ, әлі ұйықтаған жоқпын. Мә, сұраған ақшаңды ала ғой. Бүгін жұмыста қатты шаршағандықтан сені ренжітіп алдым ау. Дегенде балақай қатты қуанып. Рахмет сізге әкетай, деді де жастығының астынан мыж-мыж болған ақшаларды жинай бастайды. Мұны көрген әке тағы да ашуға басып, ақшаң бола тұра неге ақша сұрайсың? Дейді. Бұлар саған беруге аздық етеді. Деді де ақшаны әкесіне ұсынып. Міне 1000 теңге. Енді маған 1 сағат уақытыңды бөле аласың ба? Дегенде әкесі ұялғаннан қып-қызыл болып кетті.